Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар. Сіздермен бірге оқырман подкасты және оның жүргізушісі мен Құдайберген Дінмұхаммед. Бүгін біз ерекше бір тақырыпты қозғайтын боламыз. Ислам дінінің ұлылығы мен пайғамбарлардың өмірінен алынған сабақтар туралы әңгімелесеміз. Қасымда осы тақырыпқа қызығушылық танытқан қонағым бар. Жалпы бүгін бізде қонақта стоматология факультетінің студенті Мұхтарұлы Нұрбақыт. Қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам, қош көрдік. Бүгінгі маған осындай бір мүмкіншілік бергендеріңізде Аллахым баршамызға разы болсын. Жалпы олай болса бастайық. Пайғамбарлар өмірі тек ислам дінін ұстанушыларға ғана емес, бүкіл адамзатқа үлкен өнеге. Сол туралы пікіріңізбен бөлісесіз деп сенемін. Сіз үшін жалпы пайғамбарлардың өмірінен ең әсерлі деген оқиға қайсысы болды? Сонымен бөлісе кетсеңіз. Менің пайғамбарлардың өмірінде Таифтағы пайғамбарымыздың қиналғаны жайында айтып өтсем, Таифта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің Ибн Валид сахабасымен бірге Таифқа барып уағыз айтады. Сол кезде Таифтағы бірде-бір үй исламды қабылдамайды. Сол кезде оны артынан 4000 километр шақырым бойы таспен атып қуады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен қасындағы сахаба екеуі жүзім бағына барады. Ол жүзім бағы Утба мен Шайбаның жүзім бағы болады. Сол кезде Аббас пайғамбарымыз аяп, Аббас айтады, мынау жүзімді пайғамбарға бер дейді. Сол кезде Аббас барып пайғамбарымызға жүзімді ұсынатын болады. Сол кезде пайғамбарымыз сәждеден тұрады. Сөйтіп сол кезде пайғамбарымыз бисмиллах деп бастайды. Сол кезде Аббас оған таңғалып, Аббас христиандық болады. Сол кезде таңғалады да, сөйтіп бұл қандай сөз, бізде ондай сөз қолданылмайды дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол сөзді түсіндіріп береді. Сол кезде Аббас бірден иманға иланып, сол жерде исламды қабылдайды. Бұл оқиға кез келген адамға үлкен сабақ болады деп айтар едім. Ал мен үшін Ибрахим пайғамбардың алейхиссалам ұлы Исмайылды Алланың әмірімен құрбандыққа шалу оқиғасы ерекше. Бұл Аллаға деген толық сенім мен бағынудың керемет бір мысалы деп айтар едім. Сіз қалай ойлайсыз, осыдан біз не үйренуіміз керек? Біз тек қана Аллах разылығы үшін ғана бір затты істеуіміз керек. Ол затта бізге ұнамайтын нәрселер болуы мүмкін, бірақ ол бізге Аллах тағала тек қана жақсылықты қалайды. Сол себепті біз ол нәрсені дұрыс қалап, Аллахтың қалауы деп оған бойынсынуымыз керек. Және де пайғамбарлар өмірінен өнеге алуымыз керек. Жалпы осы пайғамбарларға тән ортақ қасиеттер бар деп ойлайсыз ба? Егер болса, солардың қайсысын ерекше атап өтер едіңіз? Пайғамбарларға ұқсау дегенде болмасам да ұқсап бақ демекші Абай атамыз. Біз тек ұқсап бағамыз, бірақ пайғамбарлар сияқты мейірімділік, адалдық деген сияқты біз ондай нәрсеге жете алмаймыз, бірақ сол пайғамбарларға ұқсауымыз мүмкін. Бізде Құранда айтып өткендей Мұса алейхиссаламның қиссасы бар, әділеттілік жайлы. Мұса алейхиссалам өз қауымын құтқару үшін Фирғауынға барған болатын. Сол жерде әділеттілік туралы айтады. Мұса алейхиссалам өзінің қауымы үшін, сөйтіп ол қауымын алып бірге Фирғауын қаншама қиындықтардан қиыншылық жіберсе де, Аллах тағала Фирғауын өз дегеннен қайтпайды. Олда тәкаппарлық деген нәрсе бар да, ол тәкаппарлық жалпы адамда өте бір қомақты мәселе да. Ол соң тәкаппарлық болғандықтан Фирғауын оған бойынсынбайды, өзінің құдайымын деп. Сосын Мұса алейхиссалам әділеттілікті соңына дейін жеткізіп, өзінің қауымын құтқаратын болады. Және де өзенде өзіміз білетін қиссада білетіндей, өзенді екіге айырып, арғы бетке өтіп, ал Фирғауын болса орта жолда қалып, сол жерде қаза тапқан болатын. Ал ол денесі әлі күнге дейін Аллах тағала сақтап қойған болатын. Ал Нұх алейхиссаламға келетін болсақ, Нұх алейхиссалам да сондай әділетті, Аллахқа шынайы берілген пайғамбарлардың бірі болатын. Нұх алейхиссалам өзінің отбасына, өзінің қауымына жалпы 650 жылдай дағуат айтқан деп келеді. Сол 650 жылда санаулы ғана адам исламға келеді, иманға келеді. Ал өзінің туған ұлы исламға келмейді. Оған ана айтып өткендей Нұх алейхиссаламның қиссасы бар өзі Құранда. Нұх алейхиссалам өзі әрбір жаратылыс жануардан, жәндіктерден бір жұптан алып кеме соғады бірінші. Сол кемеге бәрін бірге отырғызады. Сол кезде баласы тыңдамай оны
Аллахтың баласына түсіндіреді, Аллахтың қаһары келеді, осындай бір ызасы келеді деп баласына айтады. Бірақ баласы тыңдамай, таулардың үстіне шығамын мен, ондай жағдай болса да мен аман қаламын дейді баласы. Сөйтіп Нұх алейхиссалам оған ескертеді, баласы тыңдамайды. Сөйтіп Аллахтың қаһары келеді, сөйтіп жер беті шайылып жоқ болады сол кезде. Мәссаған, өте керемет оқиға. Сөйтіп тағы да атап өтетін болсақ, Салих пайғамбар бар. Салих пайғамбар жалпы ол кезде Самуд қауымы деген қауым болған. Сол Самуд қауымы шеттен шыққандар болып табылады Самуд қауымын. Өйткені Салих пайғамбарды өлтірген. Сол Самуд қауымын Аллах тағала соның Самуд қауымына ызасы келіп, Самуд қауымын да жоқ қылған. Ислам діні, жалпы осы дін сіздің өміріңізге қалай әсер етті? Былай сұрақ қояйын. Ислам дінін негізі бала кезден бері қабылдаймыз ғой біз, әлмисақтан бері мұсылманбыз. Жалпы осы дінді енді өзіңіз белгілі бір уақытта қызығып, осылай зерттеп бастаған боларсыз. Сол кезеңге дейін және осы ислам дініне нақты қызығып, зерттеп, осылай оқиғаларды ақтарып бастаған уақытыңыздан дейінгі және кейінгі уақытта қалай айырмашылық жалпы? Айырмашылық өте көп. Мен жалпы бұл исламға, дінге, Құранға, аятқа, хадиске, сираға қызықпай тұрғанда мен өмірім мүлдем басқаша болатын. Осы қалай исламға, аятқа, хадиске, сираға қызығып бастағаннан бастап менің өмірім, мінез құлықтарым да өзгерді деп толық айта аламын. Өйткені бізге бағана айтып өткендей Құранның аяттары, сирадан көп үлгі алдым мен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамның қалай кішкентай кезінен қартайған шағына дейін қалай өмір сүру керегін көрсетіп кеткен бізде сирада. Аллах тағала оны бізде Құранда ант ішкен. Мен сенің бүкіл өміріңмен ант ішемін, сен бүкіл өмірін ешкім оны өзгерте алмайды да. Сондай сол сираларды, хадистерді, аяттарды оқығаннан кейін менің өмірім 180 градусқа өзгерді деп айтуға болады. Жалпы негізі осы жастарға, қазіргі жастарға, енді өзіңіз де жастар қатарына саналасыз ғой. Бірақ енді осындай дін жолында зерттеуде жүрген адам ретінде қандай ұсыныс, не болмаса бір өзіңіздің неңізді айтар едіңіз, ұсынысыңызды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, сен дін жолында жүрген адамға ең болмаса сол дағуаттарын есті, болмаса соған қызмет ет, болмаса соған соның жолында жүр деп айтады ғой. Есті дегені иманның ең төменгі дәрежелерінің бірі болып табылады. Сен оны естисің, бірақ оны амал етпеуің де мүмкін, етуің де мүмкін деген әңгіме де ол жерде. Ал егер сен одан естіп, өзіңе бір ғибрат алып амал етсең, Аллах тағала сенің өміріңді 90-180 градусқа, жалпы 360 градусқа дейін өзгертіп қоюы мүмкін. Көп қызметте бол дегенім, сен сол адамның қасында көп жүре берсең, соның бойындағы сен олардың көрген іс-әрекеттері саған өзі ұнай бастайды. Өйтіп өзің иманың көтеріліп, ондай бағанағыдай ілім алатындай дәрежеге жетуің мүмкін. Жақсы. Жалпы негізі өзіңізді бір ислам дінінде осындай бір дәрежеге жеткен, не болмаса бір ислам дінінен көп нәрсе ілім алдым деп өзіңізді жалпы осы ислам дінінде қандай дәрежеге қояр едіңіз? Мен өзімді бұл ислам әлемінде, жалпы ислам дінінде өте бір төменгі дәрежеге қоятын едім мен өзімді. Өйткені менде әлі ілім аз да. Имам Шафиғидің өзі айтып кеткенде, мен ізденген сайын, оқыған сайын мен өзімнің надан екенімді көремін дегендей. Мен мүлдем кітап оқыған кезде, хадистер оқыған кезде, аяттар оқыған кезде өзімді төмен дәрежеде екенімді Аллах тағала маған көрсетіп қоя береді. Мен өте төмен баға беретінім өзім бағалайтын едім. Меніңше олардың тағы бір ортақ қасиеті барлық істерін тек Алланың разылығы үшін жасау. Яғни бұл қасиет бізге де үлгі болу керек деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз, біз осы қасиеттерді күнделікті өмірімізде қолдана аламыз ба? Біз бұл нәрселерді күнделікті өмірімізде қолдана аламыз дегенге жоқ келісе алмаймын. Себебі біз көп жағдайда рия деген мәселе бар исламда. Ол полный бір тақырып подкаст болып кетеді. Оны қазір қозғасақ, рия деген нәрсені көп
біз жасап қоямыз. Сол себепті Аллахтың разылығы үшін Алланың разылығын табу деген мәселені біз өте қиын, бізге білмеймін, жүрегіміз қатайған ба, сол Алланың разылығын біз бірақ ұқсап бағамыз енді, бірақ оларға жетеміз деген ондай сенім жоқ бізде, талпыныс жоқ. Өте дұрыс айтасыз. Негізі исламның ең маңызды құндылығы қандай сіз үшін? Исламның ең маңызды құндылығы адалдық, шынайылық, пайғамбарлардың көркем мінезі деген сияқты нәрселер. Пайғамбарымыздың өмірі көркем мінездің ең жарқын мысалы. Оның досқа адалдығы, жауға кешірімділігі бізге үлгі деп айта аламыз. Бүгінде біз бұл құндылықтарды қалай сақтап дамыта аламыз деп ойлайсыз? Көркем мінез жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып өткендей, кім көркем мінезді болады, менің қасымда жәннатта көп отыратын адамдардан болады деп айтып кеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Көркем мінез деп сахабаларымыз көп пайғамбарымызға сұрақ қоятын болған. Көркем мінез дей бересіз, көркем мінез деген не нәрсе деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп жеткізген оларға: көркем мінез деген ең шыңырау шегі сені өзгенді жалғауың деді, бермегенге беруің деді. Өзгенді жалғауың дегеніміз, біз кейбір адамдарға бізде тек қана Алла разылығы үшін емес, өзіміздің пайдамызға тек қана ойлап тұрғаннан кейін соған бір көмектесеміз дегендей, бірақ ол дұрыс емес. Алланың разылығы үшін болмайды да ол кезде. Сөйтіп біз ол адамдарға қапа боламыз. Бірақ тек қана соны Аллах разылығы үшін ғана істесек, бізде сол бағана қасиет болады да. Ал бермегенге беруің деген ең қиын осы. Маған ол бермеді ғой, мен оған қалай берем деген сияқты бізде түсінік болады. Сол нәрсені біз егер беретін болсақ, Алла разылығы үшін деп беретін болсақ, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам айтпақшы, көркем мінезге жетуімізге болады. Негізі осы бір қасиетті біздің адамдар арасында табылу өте қиын нәрсе ғой. Өйткені біз қанша дегенмен негізі адам пендешілікке салынып қоямыз ғой көбінесе. Жаңағындай осындай пайғамбарымызға тән қасиеттерді өзіміздің бойымыздан табу өте қиын нәрсе. Яғни жаңа өзің айтып отқандай, бермегенге беру, яғни маған берген жоқ қой, мен оған не үшін беруім керек деген секілді. Егер адам негізі біздің болмысымыз солай жаратылған ба білмеймін енді. Адамдар табиғаты өзгеріп кетеді ғой, ортаға әсер етеді, біраз нәрсе әсер ететіні бар. Өте қиын нәрсе осындай қасиеттерді бойымызға сіңіру. Сонымен бүгін біз пайғамбарлардың өмірінен үлкен сабақ алдық деген ойдамын. Олардың жолы бізге рухани шамшырақ. Сол шамды өз өмірімізде жаға білейік. Бүгінгі шақырғандарыңызға рахмет. Бүгінгі бұл ілім сіздерге қайырлы болсын. Жалпы шақырғандарыңызға, осындай мүмкіндік бергендеріңізге Алла баршамызға разы болсын. Пайғамбарлардың өнегесін ұстану Алланың разылығына жеткізетін жол. Баршамыз осы құндылықтарды өз өмірімізде қолдануға тырысайық. Осымен бүгін біздің подкастымыз өз мәресіне жетті. Аман саулықта жүздескенше. Алдағы уақытта осы подкасттың жалғасы болады деген үміттемін. Қош сау болыңыздар.